Біз дәл қазіргі сәтте бұрынға қарағанда 110%-ға артық жұмыс жасауымыз керек. Бізге ауру, ұйықтау, шаршау, демалу деген осы сәтте бір аптаға қоя тұрайық 8 күнге. Өйткені чемпиондар болу үшін осындай сәттерден біз өтуіміз керек. Бәрі кездейсоқтың өзі кездейсоқ емес. Осы тұрғыдан енді қазір менде айта кететініміз жауапкершілік осы 8 күнде көбейіп тұр. Менде және де сіздерде Маржан ханым, Күләш ханым, Жанат ханым және барлықтарыңызда қазір жауапкершілік өте жоғары. Бірақ бұдан қорқудың қажеті жоқ. Кездейсоқтың өзі кездейсоқ емес. Біз соған лайықты болғаннан кейін қазіргі таңда бізде не болып жатыр? Бізде конкуренттер көп. Конкуренттер жоқ емес, бар ғой. Конкуренттер бар, өнімдер көп, сетевой маркетинг компаниялар көп. Бірақ осы тұрғыда біздің системамен, біздің жүйемен, біздің білімімізбен, біздің табандылығымызбен біз озып шығуымыз керек. Осы таңда мысалы қараңыздар, ракета ұшу үшін жанармайының, яғни күшінің 70-80%-ын жерден ұшу үшін қолданады екен. Жерден атырып жасау үшін бүкіл 70-80% жанармайын соған кетеді. Ары қарай 30%-ы космосқа ұшып қайтып келуіне жетеді екен. Қараңыздар. Яғни бізге қазір не керек? 70-80% жанармай керек. Қозғап жіберсек, ары қарай біз міндетті түрде барып космосқа барып келгендей бола аламыз. Енді сол тұрғыдан бүгін менде таңертең тұрғаннан кейін таңнамасының алдында ойланып, не істесем, не істеу керек? Енді бұл оңай шаруа емес. Компанияның несінде жауапкершілігін алып қалу, бүкіл команданың жауапкершілігін алып қалу, және де өзінің атқаратын міндетіне сонда ойланып, не істеу керек деп. Сонда аманатқа қиянат жасамау керек деген түсіндім. Яғни бізге беріп кеткен аманатын, бізге жүктеген жауапкершілігімен бізге артқан үмітін ақтауымыз керек. Мінекей бұл кім болады? Бұл чемпион адам сондай болады. Бұл сол тұрғыдан бүгін осындай сабақ туындады. Чемпиондық сана деген жазыңыздар. Чемпиондық сана және ұлы болу. Мұхаммед Али деген боксшыны білеміз бе барлығымыз? Әлем чемпионы. Білеміз ғой, ауыр салмақтағы әлем чемпионы, ол тек қана бокста әлем чемпионы, бұл бүкіл әлемге аты танылған кісі. Енді көп жағдайда сол кісіден де бүкіл әлем үлгі алып жатады. Бүкіл бизнесмендер болсын, спортшылар болсын үлгі алып. Бұл тұрғыда да бұл кісіні жай қалдыруға болмас болды. Себебі Мұхаммед Алидің мынандай сөзі бар. Мен дейді, жаттығуымның әр минутын жек көретінмін дейді. Қараңыз, әлем чемпионының айтқан сөзі, мен жаттығуымның дейді, әрбір минутын жек көргенмін дейді. Бірақ мен өзіме айттым дейді. Не деп айттым дейді? Берілме, қазір шыдай тұр. Сонда сен ертең қалған күндерің жеңімпаз чемпион болып өмір сүресің дейді. Бүгін шыда дейді, бүгін қинал, бүгін жаттығу жаса, бірақ қалған күніңде сен чемпион болып өмір сүресің. Ертеңгі күнің жақсы болу үшін бүгін қиналуың керексің. Бүгін жасаңыз. Себебі ол кісі айтады, тағы да ары айтады. Жеңілістің құнына қарағанда, жазып көріп жатса ма? Жеңілістің құнына қарағанда, жеңістің құны әлде қайда арзанырақ. Қалай? Жеңілістің құнына қарағанда, жеңістің құны әлде қайда арзан. Яғни, бұл тұрғыда қараңыздар, чемпионмен, қазір чемпион болу үшін, қазір жетістікке жету үшін, жеңімпаз болу үшін қазір оңай ғой былайша әрекет етіп істей берсең, құны арзанда бұның. Ал ертең өміріңді өткізіп ал, әлің арзайғанда, күшің шаршағанда, ойың шаршағанда, өкініп отырғанның құны әлде қайда қымбатырақ. Сондықтан жетістікке жете алмаған адамдар мен чемпион болған адамдардың айырмашылығы екеуіне сұраған кезде, былайша айтқан кезде, жеңіске ұшыраған адамның өкінетіні өте көп. Сондықтан ертең чемпион болу үшін, болашақта чемпион болу үшін бүгін қиналуымыз керек. Бүгін адамға айтқыңыз келмеді ма? Айтыңыз. Сөйлескім келмеді ма? Сөйлесіңіз. Себебі ұзақ мерзімді жоспар, ұзақ мерзімді мақсатқа жету жолында бұл құн өте арзан. Смит деген әлемге әйгілі актер өз жалқаулығының кесірінен қалағанына қол жеткізе алмаған адамның
қалағанына қол жеткізе алмаған адамның өкінішінен жаман ауыртпашылығы жоқ дейді. Яғни сол кезде мен неліктен жалқауландым, неліктен мен соға айта салуым керек еді, қап әттеген-ай, өкінішінен жаман ауыртпашылық жоқ дейді. Ауыртпашылық қиын, өкініш, қайран қалу, өкінішті болу. Яғни айналып келгенде біз мақсатымызға қол жеткізбеу, чемпион болмау, жеңімпаз болмау не екен? Өзіміздің жалқаулығымыз, өзіміздің эгомыз, өзіміздің нәпсімізге аттап кете алмаймыз. Ой, ты че, мен айтып жүрем ба соған? Мен соған айтып жүрейін, мен оның инстаграмын жарнамалайын, мен одан жоғарымын, мен жалқаулық жаңағыдай сол өзім бүгін ладно, ертең сый саламын, келесі апта сый саламын, бүгін емес ертеңде күн бар ғой деген сияқты бұл жалқаулығымыздың содан өкініштен, сол өкініштен ешқандай да ауыртпашылық жоқ екенін бұл өмірде. Сондықтан құрметті бизнес серіктестер, чемпион болғыларың келсе, осы жалқаулықты арылуымыз керек. Және де чемпион болу үшін мына қағидаларды жазыңыздар. Чемпионның санасы қандай? Чемпиондық сана деген қандай? Біріншіден зейінді болу керек. Яғни зейінді, құрметті бизнес серіктестер, зейінді бір нәрсеге қою керек, бір фокусқа қою керек. Яғни ананы бір шұқылап, мынаны бір шұқылап, былай жүгіріп жүрсеңіз, белгілі бір жолда біз чемпион бола алмаймыз. Мысалға айтады, мен чемпион дейді, жаңа айтады да бір боксшы, чемпион, рингта чемпион болмайды дейді. Чемпион жаттығуда болады дейді. Яғни күнделікті бір нәрсені істей беріп, одан күшті жоғары нәтиже күту, мінекей чемпиондық сана дейді. Яғни қарап тұрсаңыздар, жаттығу жасап жатқан адам қарайсыз, ауыр атлетикадан жаттығу жасайтындар білесіз ғой, бір темірді көтере береді. Сол бір істейтін нәрсе, бірақ уақыт өте келе ол жаңағыдай мықты болып шығады. Тура сол сияқты біздің санамызда үйрену арқылы, зерттеу арқылы, түсіну арқылы, қазіргі таңда менеджер болсаңыз, жоғарғы менеджер болсаңыз, маркетинг жаттай беріңіз, үйрене беріңіз, зерттеңіз, ол сіздің мына миыңызды өсіреді, санаңызды өсіреді. Әрбір әрпіне түсіну керек, әрбір әрпіне зейін қою керек. Сондықтан чемпиондық сананың ең бірінші қағидасы ол зейінді болады. Фокустайды ол адам. Бір нәрсені соған дағанса соңына дейін апару үшін фокус қояды. Алаңдамайды еш нәрсеге. Ал чемпионның жолында алаңдататын заттар өте көп болады. Мейлі ол денсаулық болсын, мейлі ол отбасы болсын, мейлі жақындарыңыз болсын, мейлі бизнес, ақша болсын, бірақ оның бәрі алаңдатады. Бірақ чемпион оның бәріне қарамайды, оның целі бар. Жаңағы не ол сіздерде? Фокус, мысалға, кунг-фу панда барлықтарыңыз көрдіңіздер ғой? Кім көрді? Көрдіңіздер? Күләшхан көрдіңіздер ғой, иә? Гүлжауһар ханым, Айдана ханым. Сонда мен білдім дейді да, сен түсіндім дейді да, сен қалай воин дракона аламын дейді. Сен кунг-фуды ойлаған кезде бытшыт боласың дейді да. Ал сен тамақты ойласаң дейді. Сен жаңа жетесің де сөйтіп, ол не істейді? Пельменді ойлайды да. Пельмен демесе, сол сияқты сіздерде сондай зейін, фокус болу керек та. Жаңа пельменді қалай қатты тамақ жегенде, сол сияқты қатты қалау болу керек та. Ал бізде қатты қалау болмағаннан кейін бүгін күшті болып жүрміз да, мотивациям. Ертең о шаршап қалдым, ұйықтай тұрайын, жата тұрайын. Бұл чемпион қандай болады? Темпті жоғалтпау, жоғарылату. Екінші, темпті. Яғни, құрметті бизнес серіктестер, мейлі біздің жасымыз 20-да болсын, 40-да болсын, 30-да болсын, мейлі 60-да болсын, шынымен сіздерге тірі дәлел ғой, Күләшхан, тірі дәлел ма? Неге біз, қараңыздар, Маржан ханым тірі дәлел ма? 4 баласымен. Міне Айдана ханым отыр, баласы алдына құшақтап, дәлел ма? Дәлел. Неге осы нәрсені біз көрсетпейміз? Неге біз осы нәрсені айтпаймыз? Чемпион деген сол, түсініңіз, зейінді болу. Зейінді болу, темпті жоғалтпау, жоғарылату. Екінші, қайраттанып іске кірісу, алған беттен қайтпау. Қайрат болу керек. Яғни, настойчивость. Жазыңыздар, қайраттанып іске кірісу. Яғни, вот, все, мен осыны істемесем, мен Маржан болмаймын, мен осыны істемесем, Біржан болмаймын деп қайраттанып бастадым ба, сізді бірдеңе болып жатыр ма, тоқтатпау керек қой. Жаңағыдай, сабаққа неғып бармадым десе, тырнағым температурасы көтеріліп білер деген сияқты, сылтау айтқан сияқты болады да ол. Чемпиондық жол сылтауды қабылдамайды. Мұхаммед Али жаттығу жасаған кезде, отжимание, приседание жасаған кезде, сіз
қай кезде қалай санайсыз, санақты қалай жүргізесіңіз, қай кезде мен шаршаған кезде ғана бастап мен санақты жүргіземін дейді. Оған дейін санамаймын. Мен ол жүзі бола ма білмейміз ол. Содан кейін бak уже шаршап бастағаннан кейін бастап ол санақ жүрді. Яғни қайраттанып іске кірісу, алған беттен қайтпаңыздар. Енді ол сөздің ұят жоқ, көк бет деп айтып жатыр ғой. Осы сияқты осында мінезді жақсы жаққа пайдалансаңыздар, біреу айтып жатса, қойшы сен ол лохотрон, қойшы ол сен жүресің ба, қашан жүресің, қашан жетесің, ой аналарды бүйтті осы әлі жүрсің деген ол, мен таңдадым, мен жолым осы. Жолға чемпионда, чемпиондық санада таңдаған жолына сенім болады. Жазыңыздар. Таңдаған жолына сенім болады. Чемпион қалай боласың? Сенімге қарай ғана. Сенімің шынайы болған кезде сен жетесің. Ал өтік жаңағыдай Роза Қожабекқызы айтатын бар анау қызыл және ақ армия бар, красный гвардейцы, сосын белый гвардейцы деген болған ғой. Иә. Сөйтіп жаңағыдай ақ гвардия шапкасын алға қарады, қызыл гвардия шапкасын артқа қарады. Сол сияқты бір кішкене кедергі болса, шапкаларыңызды артқа қайрап жүріп алмаңыздар. Яғни шынайы сенім болу керек. Сіздердің мақсатыңызға жететініңізге, сіздің әлемді өзгертетініңізге сізде шынайы сенім болу керек. Істеп жатқан ісіңіз бекер емес екеніне. Сіздер ойлайсыздар, бекер ме істеп жатқан істеріңіз? Қаншама адамның денсаулығын жақсартып жатсыздар, себеп болып жатсыздар. Қаншама адамның кедей санадан шығып бай санаға өтуіне себеп болып жатсыздар. Әлеуметтік желіні үйретіп жатсыздар. Неше түрлі білімді, оның мақсатын айқындап, барлықтарыңызға кездестіңіздер ме? Жұмыс жасап жатқан кезде, мақсатымды мен білмейді екенмін деген адамды кездестіңіздер ме? Мен армандауды білмейді екенмін деген адамдар болды ма? Болмасыздар, болды ғой барды. Ал соны армандатуды үйретіп, өмірге не көзқарасын өзгертіп жатқан кім? Кім істеп жатыр? Сіздер ғой істеп жатқан. Сіздер ғой істеп жатқан. Сондықтан ол шынайы сенімнің арқасында чемпиондық саналады. Одан кейін үшінші қағида, таңдаған кәсібіңде чемпион бол, тарихта қал. Таңдаған кәсібіңде чемпион бол, тарихта қал. Енді спорт, тағы да спорт тұрғысынан бір үлгі алатын болсам, енді ол адамның өзі емес, жалпы ол адамның сол спортта ұстанатын ұстанымы. Конор Макгрегор деген аралас жекпе-жектің чемпионы айтады. Және Майк Тайсон айтады. Мен өзім чемпион болмас бұрын, мен чемпион болатыныма бағдарламадым. Мен уже көріп тұрмын дейді, өзім чемпион болатынымды, мен жаңа титулды көремін. Майк Тайсон айтады, мен дейді, бүкіл жаңа чемпиондардың жаңа газеттерді оқып, суреттерін алып, жаңағыдай чемпион болған миллионер боксшылардың үйін барып қарап, осындай мен үй болады деп, ол алдын ала өзім бағдарлама. Яғни біз таңдаған ісімізде чемпион болу. Сіздер бұйыртса осы айтып жатыр ғой Роза Қожабекқызы, бұл үлкен ғылым, бұл кәдімгі дәрігер сияқты, экономист сияқты, бұл желі маркетинг, бұл кәдімгідей кәсіп бұл. Яғни осыдан біз чемпион болуды мақсат қойып жүрген қой. Сіз осы бизнесқа келдіңіз ба? Чемпион болыңыз осында. Осыдан тарихта қалыңыз. Сетевой маркетингде тарихта қалған кім десе, осы адамды көрсетеді. Сізді көрсететіндей деңгейден осыған жетістікке жетуіңіз керек. Яғни осы жол таңдаңыз ба, менеджерден жоғарғы менеджер тоқтап қалмаңыз. Ол болса сіздің мақсатыңыз басқа мақсат деген сөз. Сіздің мақсатыңыз осы бизнесте жетістікке жеткіңіз келсе, соңына дейін апарып осы бизнесте чемпион болу. Чемпион деген ол бір жылда бір чемпион болады, мүмкін бір жылда чемпионат мералар болады, 4 жылда жыл сайын болады. Сол сияқты сіздерде мәселе сіздің бірінші немесе екінші болып чемпион болуыңыз емес, мәселе сіздің таңдаған жолыңызда чемпион болу. Таңдаған жолыңызда чемпион болуыңызда бір істе керек емес, анадан бір үшінші орын алып, мынадан бір утешительный төртінші орын алып, қажет жоқ. Осы істе чемпион болып таңдаған істеріңізде тарихта қалу керек. Тарихта қалғаныңыз керек ме? Кімнің тарихта қалу керек? Тарихта қалғаныңыз керек ме? Тарихта кім болып қалса, осы желі маркетингте миллиардер болып, акционер болып, осындай арман қаласын салуға сол кезде біз тарихта қаламыз. Бізді ұмытып ертең менеджер, консультант, қанша кім консультант бар, кім бар, кім есінде қазір, кім біледі? Қаншама консультант бар. Бірақ менеджерлер, жоғарғы менеджерлер бар істеп жатқан, қазір сол тарихта қалатын болсаңыз, ертең акционерлерді айтып жатқанда, менеджер мен жоғарғы менеджерлер қалып қояды ғой. Қалып қояды, иә. Айтпайды ғой. Акционер болып, әлемді өзгертіп, миллиардер болып жатқан адамдар. Ал сол жолға сіздерді жетуіңіз керексіз. Өйткені сіздер таңдаңыздар, сіздер ешкімге қыз үйреп алып келген жоқ. Сондықтан чемпион не істейді?
таңдаған ісінде чемпион бол, және де тарихта қалуыңыз керек. Төртінші, жаңа ол темпті жылдамдық түсірме. Одан кейін бесінші, өзіңді сыйлағандай өзгелерді сыйла. Жазыңыздар. Өзіңді сыйлағандай өзгелерді сыйла. Яғни чемпион деген тек қана таңдаған кәсібінде, таңдаған ісінде чемпион болмайды, оны істейді. Жұмысынан тыс өмірде де, яғни отбасы, туған туысқан, жора жолда солардың арасында сіз не істеңіз, сыйластық, оларды да сыйлау керек. Өзіңізді қалай сыйлаған қалайсыз? Дәл солай сыйлау керек. Бұл чемпиондық сана болды. Келесі де алтыншы, дәл қазіргі сәтті бағала, дәл қазіргі сәттен ләззат ал. Мысалға, мен қазір дәл қазіргі сәтте мен сіздерге сабақ беріп жатырмын. Мен осы сабақты айтып, мені тыңдайтын адамдар бар екеніне, жазатын адамдар бар екен, мен естіп тұрмын, ләззат аламын. Мен әрбір істеген азартқа кіріп, кәдімгі сіздерге фото, видео монтаж жасаймын ғой, кәдімгідей ішіне кіріп, неше түрлі кәдімгі ләззат аласың да, дәл сол сияқты чемпион не істейді, істеп жатқан ісіне ләззат ал. Ол дәл қазір, болашақ ол жабық, өткен шақ ол ұмытылған, ал дәл қазіргі сәт ол Алланың бізге берген сыйы. Дәл қазіргі сәтте сіз не істейсіз, дәл қазір адамға айтып жатсыз ба, ләззат алыңыз содан. Ох, мен осы адам қандай керемет тыңдап отыр мені, тіркеліп жатыр. 20 мың теңге алсын, 1800 теңге чай алсыншы, соған да рахаттан ләззат алыңыз керек қой. Қазірге ләззат алсаңыз, кішкентай нәрсеге, ертең болашаққа үлкен соған сіз Құдай жеткізеді. Сонда дәл қазіргі сәтте бақытты болуды мақсат қойыңыздар. Дәл қазіргі сәтте осы жерде отырсыздар ма, бақыттымын деп санаңыздар өздеріңіз. Өйткені бұндай ілімді көп адам алып жатқан жоқ. Бұндай ілімді 90% алып жатқан жоқ. Сіздердің істеп жатқан істеріңізді 90% адам істеп жатқан жоқ. 95-99% адам істеп жатқан жоқ. Ал сіздер 1% яғни әлемді өзгертіп жатсыздар сіздер. Неге? Өткен сіздер бірінші өздеріңіз өзгерттіңіздер. Дұрыс па? Осы дәрежеге жету үшін қаншама еңбек еттіңіздер. Тұрыңдар дейді, тұрасыздар. Жүгіріңдер дейсіз, жүгіресіздер. Көлсайға барған кезде қалай қиналдыңыздар, Көлсай тауына барған кезде Күләш ханым, Жанат ханым, Маржан ханым барсыздар. Айттыңыз, анаған шығамыз ба деген, о дедім, бірақ өзім сүйдім дейді. Қандай қиналдыңыздар, мұздай суға шомылдыңыздар. оның бәрі не үшін істедім деп ойлайсыздар? Өзіңізді өзгертіп кім болу үшін? Чемпион болу үшін. Өмірде чемпион болуымыз керек біз. Өмірде, я. Сондықтан біз не істейміз? Өзіңді сыйлағандай өзгертіп. Дәл қазіргі сәтте бақытты болу, сол мысалға қандай қуанып жүрсіз? Мысалы Айдана ханым алдыңызда балаңыз отыр. Осы дәл қазіргі сәтте қуану. Гүлжауһар ханым кәдімгі жұмыста отырғандай сіз киініп дәл қазіргі офиста отырсыз. Ол да бақытты сәт, соны бағалау керек. Келесі де жетінші, ісіңе кәміл сен. Оны айтты, я? Ісіңе кәміл сен. Жай ғана сенімбіз. Кәміл сеніміз керек. Жай ғана сеніміз, кәміл сенім керек бізге. Ол сенім еш нәрсе сізде алаңдатып алып кетпеу керек. Еш нәрсе алып кетпеу керек. Бұл өмірде дейді, адам өмірін адамдарға, я болмаса белгілі бір матери дүнияға байламау керек. Адам бұл өмірін неге байлау керек? Мақсатқа байлау керек. Мақсатыңызға қарай қандай от болса да, су болса да, мұз болса да, соған қарай өтіңіздер. Мына кішкентай қайықпен кругосветка жасайтын адамдарды білесіздер ма? Кішкентай қайықпен бір өзі қаншама мұхитты жүзіп өтеді. Оның мақсаты қараңыздар. Қайық мынандай сондай атын ұмытып қалып тұрмын. Енді бір адамда үлкен ұйықтайтыны бар, несі бар, андай ескекті қайықпен андай. Сондаймен. Үлкен ғой енді, бірақ қайық деп айтылады. Сондаймен әлемді айналып шығатын сондай спорттың түрі бар. Ол не үшін бар істейді дейсіз? Ол өзіне дәлелдеу үшін, ол чемпион болу үшін істейді бұл нәрсе. Көрдіңіздер ме? Сонда яғни ісіңе кәміл сен. Мінезді табанды болу. Мінезді табанды болу. Жазыңыздар, мінезді табанды болу. Чемпиондық сана мінез көрсету керек қой. Осыған қасарысқанда мен істейші, мен мінезім. Ол не сылбырап, ой, мен бүгін мотивациям жоқ. Мен бүгін анау бірдеңе деді. Телевизорда ананы көріп қалдым. Бүгін мен ұйқым келіп қалды. Бүгін мен ананы жегім келді деп. Ол мінез болмайды. Қайрат ер болсын, мейлі әйел болсын, сізде мінез болу керек. Тамилисті көрдіңіздер ма барлықтарыңыз? Сондай мінез сіздердің әрқайсыларыңыздың жүректеріңізде бар. Құдай оны салған барлығымызға біздің жүрегімізге. Бірақ оны кім әрекет етеді, сол шығарады. Мысалы, Тамилист сөйтіп әшейін болып жүре бергенде, бұл болатын әшейін.
Ал бірақ ол естеді войн болды, иә. Мысалы қараңыздар, әлемге әйгілі художник екен қалай білеміз, егер ол қолына кисточка алып сурет салмаса дейді. Әлемге әйгілі композитор екен қақтан білеміз, ол егер нотаны әуенге салмаса дейді. Сол сияқты сіздің әлемге әйгілі желі маркетингте миллиардер болатын қақтан білеміз, егер соны істемесеңіз. Неге біз басқа нәрсені істей береміз? Неге біз осыны көріп тұрып, көзіміз 100%-ға сеніп тұрмыз, бірақ осыдан нәтиже чемпион болғымыз келмейді ғой. Осыдан біз чемпион болғымыз керек. Бұл да сала, бұл да кәдімгі спорт, бұл да кәдімгі кәсіп. Яғни бізден не істеуіміз керек? Мінезді, табанды болу керек. Оныншыдан қорқынышты жеңу керек. Осы тұрғыдан айтқым келіп тұр. Қорқынышты жеңу керек. Тағы да айтайын, қорқынышты жеңу керек. Қорқынышты жеңу керек. Яғни қорқыныштан қашпау керек. Яғни қорқып тұрсыз сол нәрсені істеуге. Бірақ бүйтіп басқа жақтан істегіңіз келіп тұр да. Өйтіп байқамай сумал-сумал өтіп кетті да, жоқ. Бұл қашқан есебінен. Яғни сіз қорқынышты жеңуіңіз керек. Бұл қорқыныш жеңу дегенде сондай ситуация келгенде сізде күмән туындамайтын сәтке жеткен кезде. Мысалы сіз парашюттен секіруге қорқасыз ба? Бірінші рет секірдіңіз, қорқыныш жеңдіңіз. Бару керек. Суға түсуден қорықтыңыз ба? Суға түсіп жүзіп шықтыңыз, қорқыныш жеңдіңіз. Ал жаңағыдай мен суға түсіп қорқам, үстіңізге жилет киіп алып, терең емес жерде бүйтіп жүргеннен осы қорқыныш жеңген жоқсыз сіз одан. Сіз жүзуге кезде қорқыныш жеңдіңіз. Дәл сол сияқты қандай да қорқыныш келсе, оны жеңу керек. Онымен қырылу керек, түлесу керек, соғысу керек онымен. Яғни ол қорқыныш, ол ішіңіздегі қорқыныш. Қорқыныш деген нәрсе, ол шын мәнісі жоқ нәрсе ол. Қорқыныш деген белгісіздік алдындағы біздің воображениеміз, біздің елесіміз. Болмаған нәрсені болдыратын нәрсеміз ғой. Суға түспей жатып батып кетсем ше. Ана адамға ақпарат береміз, ол жоқ десе ше. Таргетке жібермей жатып, қазір бәрі де номер түсіп жатқан жоқ, мен түспей алса ше. Бар болма ғой. Түрке алмасам ше деген. Түрке алмасам. Яғни болмаған нәрсені болдырып, ақырсында сол шындыққа айналдырып жібереміз ғой. Ал чемпион сана деген қорқынышты жеңу керек. Ол үшін не істеу керек? Спортпен де айналысыңыздар. Жаңағыдай істеп көрмеген нәрсеңіз істесеңіз, оның барлығы көмектеседі. Келесі жазып отырса, келесіде қатты отты қалау қажет. Қатты от, обжигающий желание. Обжигающий желание и сенім болу керек. Қатты отты қалау керек. Кәдімгі қалау керек. Мысалы, сіз судың астында жүзіп келе жатсаңыз, қарай елестетіңіздерші. Бір сәтке мұрындан демалмаңыздаршы, бір сәтке қоясыздар ручканы. Демалмаңыздар. Мұрындан демалмаңыздар. Кеттік, 1, 2, 3 кет демалмаңыздар. Өздері мұрындан жабыңыздар. Кім қаншалық шыдайды? Демалмаңыздар. Талып қалып жүрмеңіздер. Şuraya şuramasın. 1 minut болды. 1 minut болды. Неге ашып жібердіңіздер? Ауа жетпей қалды. Ауа қажет болған. Ауаны демалу үшін қалағаннан кейін не істедіңіздер? Аштық. Мінекей мақсаттарыңыз сіздер не болу керек? Осындай қатты кәдімгі қалау болу керек та. Ауадай қажет, бітті, осыны алмасаңыз, сізде ауа болмайтын сияқты, сондай қалау болу керек. Айтпесе бізде от жоқ та жүрегімізде. Жанып тұру керек қой. Мен жанбасам лапылдап, сен жанбасаң лапылдап, кім жанады лапылдап. Яғни сіздердің от, жүректеріңіз от болу керек, ана адам айтқан екен, жандырып, күйдіріп жібереді ше ол адамды. Күйдіріп ол адамды түркеп, сондай болып кету керек.
ол адамды бизнесқа тіркеу керек. Бизнес, миллионер болу бізде мүмкіндігіміз бар. Яғни бізде қатты отты қалау керек. Келесіден құладың ба, қайта тұр. Сколько раз было? Сколько раз было, сколько раз будет, и сколько раз вы будете подниматься. Ведь потому что вы чемпион. Құладың ба, қайта тұр. Нәтижеге қол жеткізбеген адам, өміріне өкініп жүретін адам, біреуді өсектеп жүретін адам, ол белгілі бір кедергі келген кезде құлап қайта тұра алмай қалған адам. Ал сіздің айырмашылығыңыз, чемпиондық сананың айырмашылығы, құлағаннан кейін қайта тұру. Бұл өмірде дейді, құлаған адамдарға, құлап қайта тұрған адамдарға қарағанда, құлаған адамдар көп дейді. Яғни адамдар не істейді? Сдаются. Мы сдаемся, қолымыз көтеріп дейді. Ақ флагты алып шығып, ол оңай да? Ол оңай, ол чемпион емес адамдардың өмірі. Бәріміз давайте факт тастауымызға да болады. Ол әрі Құдайға шүкір, жағдайымызға өмір сүреміз. Бірақ сіз жолды таңдадыңыз ба, сіз до конца соғысасыз. Соңына дейін, соңғы демін қалғанша, соңғы қанның тамшысы қалғанша сіз не үшін күресесіз? Мақсатыңызға күресесіз. Мақсатыңызбен соғысасыз. Біреуге дәлелдеудің қажеті жоқ. Біреу үшін мотивация алудың қажеті жоқ. Өмірлік жолдың мотивациясына күресесіз. Сіздің өмірлік жолыңыз осы сіздің. Халыққа қызмет қылу, адамдарды тығырықтан шығаруға көмектесу. Шыңғыс ханның көшбасшылық құпиясында мынандай бір нәрсе бар. Бір айтады. Көшбасшы дейді, жоқ жерден пайда болмайды. Ол адамдарды тығырақтан шығаратын жолды көрсету үшін шығады. Яғни қазір тірелді ма? Біз не істейміз? Руханida, материяда бай болуға болатынын көрсету, дәлелдеуіміз керек. Көп адамға дәлелдеуіміз керек. Қазағы болсын, орысы болсын, басқасы болсын, қанша миллиардқа, 7 миллиард халық бар ма? Адам жоқ дейміз. Келіп жатыр, кетіп жатыр. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Істеуіміз, яғни бізде не болу керек? Құладың ба, қайта тұру керек. Мейлі сенің басынан біреу ұрсын, мейлі маңдайын жарсын. Күләш ханым, сізге пышақ тақаған кезде, ары қарай сіз бітті, мен осыдан өмірімді пышақ тақап жүреді, менде қорқып. Ары қарай тоқтап қалыңыз ба? Тоқтаған жоқсыз. Барлықтарыңызды қандай кедергі болды? Қиындықтар болды ғой. Болмады емес, болды барлығыңызды. Бірақ сіз не істедіңіз? Жоқ. Мен тоқтамаймын. Мен берілмеймін. Мен соңынан да апарамын. Құладың ба, қайтадан үстіңді қақта жүре бер, кім күледі, кім қарайды саған? Жатып, үстің былғанып жатқан адамға күледі, үстіңді қақтаған адамға күлмейді, жүре берген адамға. Құладың ба, қайтадан тұр. Келесі чемпиондық сана басқалары істемегенді сен істе. Басқалар істемеген Жанат сен істе. Басқалар істемегенді Күләш ханым сіз істеңіз. Маржан ханым басқалар істемегенді сіз істеңіз. Басқалар ұйықтай берсін 7-8-ге дейін. Сіз бірақ 6-да тұрыңыз, 5-те тұрыңыз. Майк Тайсонның чемпион болуының бірден бір себебі ол күнде таңертең 4-те тұрып жүгіреді. Күнде таңертең 4-те тұрып жүгірген. Сондықтан басқалары істемеді ма, сен істеуің керексің ғой. Басқалар ұйықтай берсін. Басқалар суыт басқа сен демала берсін. Олар ертең уақытша. Айтпаймын сіздер отбасыларыңызға өзіңіз көңіл бөлмеңіздер, бірақ мақсатқа жету үшін құрбан қылатын нәрсе болады. Ол сіз болмайды. Себебі әр нәрсенің құны бар. Чемпиондықтың құны қазір төлесең арзанырақ та, ертең өкініште отырғаннан. Яғни бізде осы қағидаларды ұстануымыз керек. Чемпиондық сана деген осы сана. Чемпион болуыңыз келе ма? Келеді ма чемпион болуға? Енді чемпионның іс-әрекетін жасауымыз керек. Бірінші кезекте біздің ой санамызды соған алып келуіміз керек. Ведите себя как чемпион. Мысалы қараңыздар, бір сурет бар да, ана жарысатын иттер бар ғой, хат жүгіретін иттермен гепард қойып болған да. Гепард өте жылдам қой енді. Сөйтіп жаңағыдай жабық тұрады ғой алдында, и жүгіретін кезде анау автоматически ашылады да, и жаңа иттер жүгіріп баратқан момент, и жаңа гепард жатыр да, и суретке жазып қойған. Гепарду незачем доказывать, что он быстрее собак дейді. На самом деле. Ол так, ол сонымен де олардан не істейді иттермен жазып. Сондықтан сіз гепард бола тұра,
біреудің өсектегеніне, біреудің бүйткеніне, анау бүйтіп жатыр екен, анау бүйтіп жатыр екен сөзіне еріп, солардың деңгейіне түспеу керек. Сіз орелсыз. Қыран құсқа дейді, бірақ құстың күші жетеді. Ол қандай? Ол қарғаның күші жетеді екен. Бірақ қыран құс олмен арпалысып әлек болмайды екен. Ол биікке ұша береді екен, ана қарғаның демі жетмей өзі құлайды екен. Сондықтан біз қыран болуымыз керек. Қыран дейді, қай кезде биікке самғайды? Желге қарсы ұшқан кезде биікке самғайды. Сондықтан біз чемпион болуымыз керек. Қыран кезде қандай кедергі болмасын жүре беріңіз керек қой. Қалай дейсің? Қыран құс биікке ұшқан кезде ғана, желге қарсы ұшқан кезде ғана биікке самғайды. Яғни против ветра ұшады олар деген. Енді жұлған ұшқан сайын қысым көп, ауа көп қой. Сол кезде құрметті белсектестер, осыны сананы ұстаңыздар. Және де осы жерде мына нәрсеге дайын болыңыздар. Сіздер жетістікке жеткен сайын сіздерден қызғанатын адамдар көп болады. Ал қызғаншақтар деген кім деген? Жазыңыздар. Қызғаншақ деген қызғаншақтар, жазып жатсаңдар, қызғаншақтар олар өздерінің жіберіп алған мүмкіндіктерін жар салып айтатындар. Қызғаншақтар олар өздерінің жіберіп алған мүмкіндіктерін жар салып айтатын адамдар. Яғни өзі жете алмай қалды да одан. Өзі жете алған мүмкіндіктерін Жар салып айтатын. Жар салып бәрін айтып жүреді да, қызғанып ше, қай бір шағым сол мажан. Көреміз ертең. Сол бүйтеді дейді, жанаттайды. Қай бір шағым жетіске жетеді дейсің. Ол өйткені бәрін айтып жүреді, қызғанып жүреді. Ал қызғаншақ деген ол өзінің жіберіп алған ғой сонда. Оған айтты да біреу. Айтты, саған осы бизнесте жетесің деп айтты, бірақ ол өзі жіберіп алды да, сосын қызғанып жүреді, қызғаныштан үшіп кеуіп. Сондықтан қанша жетістікке жетсеңіздер де, мына бір хикая бар ғой. Есектің үстіне баласын алып, есек үстіне баласы әкесі жетектеп келеді. Әкесі енді үлкендеу кісі екен, сонда адамдар айтады деткенде, не деген тәрбие берген баласына, өзі есектің үстіне отырып, әкесі жаяу келеді деп. Сөйтіп тағы бір кей адам соны естиді ғой енді. Сосын бүйтеді, баланы түсіріп, есекке өзі мініп алады. Сөйтіп кей адам тағы адамдар айтады дейді, не деген адам баласын аямай ма, өзі әпайдық болып есектің үстіне отырып алған істеп. Сөйтіп тағы естиді да, сосын есектің үстіне екеуі де мініп алады. Сосын кетіп барады, тағы да айтады, екеуі не жынды ма, есекті аямай ма ол? Екеуі мініп алған істеп, ол көтере алмайды деп. Оны естиді тағы да екеуі де түсіп, есекті жетектеп жатса, тағы да сөйлейді дейді. Мыналардың миы жетпеді ма, есекке мінуге деп дейді. Сондықтан қанша жерден сіз жүрсеңіз, қалай болса да сіздің сөйлейтін адам болады. Сізді өсектейтін адам болады. Сізді қызғанатын адам болады. Көре алмайтын адам болады. Бұл сол заңдылық. Бірақ біз оларға айтты екен деп, анау айтты екен деп, сонымен барып разборка жасасақ. Анау айтты екен деп, сонымен барып разборка жасасақ. Солармен разборка жасап күшіміз кетіп қалады. Сосын ақыр соңында солардың қатарына кіреміз ғой. Ақыр соңында солардың қатарында олар тағы өзіміз біреуді өсектеп отырамыз. Рас қой? Рас. Енді қараңыздар, чемпион болғаннан кейін біз кім болуымыз керек? Ұлы болуымыз керек. Ұлы адам ол құрсақтан туылып шықпайды. Ұлы адам ол тәрбиеленеді. Ұлы адам деген, жазыңыздар, чемпион болған ұлы. Адам ұлы болып туылмайды. Адам ұлы болып туылмайды, яғни великий, величайший. Ұлы болып туылмайды. Оны біреу бере салмайды, ұлылықты. Мәнде біреу бере салмайды ғой, ұлылық ше. Оны біреу бере салмайды. Нағыз ұлылық. Нағыз ұлылық. Нағыз ұлылық. Ол нағыз ұлылық. Ол әлемге қызмет ету жолын тауып, өзгелердің өмірін жақсы жаққа өзгеруіне себеп болды. Яғни сіздер қаншама адамның өмірін жақсы жаққа өзгеруіне себеп болып жатсыздар. Бұл шындық.
ол ақиқат. Онымен сіздер қуаныңыздар. Онымен сіздер мақтаныңыздар, мәртебе тұтыңыздар. Сізге Құдай сондай мүмкіндік берген не? Құдай бізді таңдап тұр ғой. Бұл өмірде біз таптық. Яғни ұлы болып жүрген, ұлы адам деген әлемге қызмет қылатын жолын тауып, өзгелердің жақсы өмір сүруіне себеп тигізетін адам. Және нағыз ұлы деген, ұлы болу дегеніміз ол өзіңнің тағдырыңды табу. Яғни миссияңды табу, предназначениеңді табу. Өзіңнің тағдырыңды табу. Ұлылық дегеніміз қандай да бір кедергілер мен қиындықтарға қарамастан істеп жүрген ісіңе кәміл сену. Қандай да бір кедергілер мен қиындықтарға қарамастан өзіңнің ісіңе кәміл сену. Өзіңнің ісіңе кәміл сену. Кедергілер мен қиындықтарға қарамастан кәміл сену. Кәміл сену керек. Ұлылық ол дауысыңды пайдалану. Қандай керемет сөз, ұлылық ол дауысыңды пайдалану. Бізге Алла Тағала дауыс берді ма? Берді ма? Берді. Тіл берді ма? Енді біз неге пайдаланбаймыз осы нәрсе? Неге біз әлемді өзгертуге пайдаланбаймыз біз? Неге біз үлгі болуға пайдаланамыз? Неге біз айтпаймыз? Тілді беріп тұр, басқа өтірік болмас әңгіме айтқанша неге біз осы нәрсе айта бермейміз? Айта беруіміз керек. Мәселе бұл бизнес тағын емес. Жақсы өмір сүру, бай өмір сүру, тура жолда өмір сүруді айтып біз айта беруіміз, үлгі боламыз. Міне сол кезде біз ұлы болады екенбіз. Және осы тұрғыдан бір нақыл сөзіміз ұлылық туралы айтқым келіп тұр. Мұхаммед Алидің халыққа қызмет ету осы әлемдегі орныңның құны. Яғни служение другим твое плата в этом мире. Халыққа қызмет ету бұл әлемдегі орныңның құны. Яғни біз осы жерде өмір сүріп жатқанымыздың құны әлемге қызмет қылуымыз керек. Халыққа қызмет қылуымыз керек. Орныңның құны. Иә, орныңның құны. Осы әлемдегі орныңның құны. Енді қараңыздар, енді әркімнің тағдырында түрлі ситуациялар болды. Менің осындай дәрежеге жетуім, осындай енді Құдайдың бергені ғой, Құдай берді, Құдай ой салды, әрекет еттім. Қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, бәріміз мұсылманбыз енді айта берейік, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранның аятында бар. Мен Мұхаммед пайғамбарымызға дейді, мінез құлықтың ең ұлылық мінезді берді. Ең ұлы мінез, ең ұлы мінез. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Бірақ дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күнде Алладан сұрайды екен, маған көркем мінез бере көрді. Пайғамбарымыз өзі ең ұлық мінездің иесі Құдайдан сұрайды екен, маған ең көркем мінез бере көрді. Ал яғни бұл жерде біз сұрауымыз керек Құдайдан, және де соны әрекет етуіміз керек қой. Істеуіміз керек. Каждый день күнде өзіңізді дамытыңыз. Бір 0,001%-ке болса да дамытыңызшы өзіңізді. Әйтеуір дамытудың үстінде болсаңыз, күндердің бір күнде соның сіз соның чемпионы боласыз. Соның сіз жеңімпазы боласыз. Енді осы деңгейге жетудің өзі барлығына адамның өмірінің жолы ғой. Яғни осы жерде мен өзімнің кішкене тарихыма шолып кетіп тұр да. Осыда қарасам, мен жасұланға түсетін кезімде қараңыздар, мен 9-ға толып, 10-ға толып, енді толған кезім, сол кезде 2 тәуліктік жолға мені ата-анам үй салып жатыр. Мені танымайтын бір адамдарға ертіп жүр. 2 тәулік бойы мен өзім Астанаға барып, Құдайдың жәрдемімен, ата-анамның сенімімен, өзімнің сенімімен, өзімнің қасиетімді пайдаланғанның, талантын пайдаланғанның арқасында мен жасұланға түстім. Мен спорттан жақсы болдым, сабақтан жақсы болдым. Құдай берді ғой, соны пайдаландым мен. Жасұланға түстім. Соны қарап жатсам, 5-ші классында 10 жастағы бала ғой, қазір 10 жастағы бала не біледі? 10 жастағы бала не істей алады қазір? Иә? Қараңыздар, оның бәрі тәрбие, Құдайдың берген мүмкіндік. Екінші бір сол чемпиондық қасиет туралы айтып келіп тұр осы жерде, өмірдің өзінің қай кезде пайда болғаны. Командалық жұмыс, чемпиондық
жеңіске деген құмарлық. Сонда біз жастан әскери мектеп оқып жүрген кезде футболдан жарысқа бардық. Жарысқа бара жатқан кезде автобусымыз бұзылып қалды. Футбол алаңына жетпей, автобусымыз бұзылып қалды. Сонда біз не істедік? Біз бармасақ бізге поражение береді, автоматически поражение. Бірақ біз бермей не істедік? Қанша километр біз жүгіріп бардық, шаршап, өзіміз еще біз ана гражданскийміз, берді аяққа. Жүгіріп барып, ақыр соңында жеңілдік ол команданы. Өйткені біз физически шаршап тұрмыз, тактически дайын болған жоқпыз, өйткені шаршап бірден уже 5 минут қалған кезде біз 5 минутқа кешіккенде біз автоматически поражение беретін еді да ол кезде. Киініп, апыр-топыр біз ол команданы жеңілдік, бірақ біз жеңілгеннің өзінде біз берілген жоқпыз. Біз беріле салуымызға болады деп, автобус бұзылып қалды деп. Ал біз бірақ берілген жоқпыз. Ұтылсақ та біз жеңілсек те біз берілген жоқпыз. Бұл чемпиондық қасиет, командалық қасиет. Соңына дейін бар. Және де тағы да бір өзімнің өмірім өткен, біз 9-шы класс 2008-де мен нешеден 15 жасымызда біз автомат атып, танкіге мініп, танкіні айдап, сосын окоп қазып сөйтіп үйрендік біз 15 жаста. Сонда біз марш-бросок деген жарыс жүгіру болды. 10 километр полный экипировкамен, яғни үстімізде киіміміз, қару-жарақ, төсегіміз, ауыстыратын киіміміз, қыстық киіміміз. Полный экипировка, марш-бросок деген сол. Сонымен біз 10 километр жүгірдік. Күн ыстық, айдала. Оны есептегенде былай есептейді. Ең бірінші келгенде ең соңғы екеуін есептейді. Яғни бұл жерде тағы да командалық жұмыста біз не істедік сол кезде? Жақсы жүгіретіндер алдында және артында қойып қойдық. Өйткені артында қалып қойғандарды жемеп, давай деп ше, бермей, сөйтіп 10 километр жүгірдік біз. Ойлаңыздар. Және соңғы осы кезге келуінің себеп болғаны мен барлықтарыңыз айтамын ғой, 2018 жылы, 2019 жылы жалюзи істеп жүрген кезде Қызылордадан объем алған кезде мен кәдімгі берілдім ғой. Өйткені быт-шыт болып кеттім. Ұйқы жоқ, үсті басым шаң-шаң, быт-шыт, әлі жоқ. Мен ештеңе істемеймін дегенде сонда Роза Қожахметқызының көрегендігі білгені осы компанияның. Сондықтан міне барлығымызда переломный ситуация сәт болады. Болды ғой. Қиыншылықтар болды. Қандай қиыншылық болды? Жанат айтыңызшы. Осындай кезеңге сіздің қазіргі дәрежеңізге, бұрынғы дәрежеңіз жоғары ма? Әрине жоғары. Бірақ осы дәрежеге келу үшін қандай қиындық болды? Айтыңызшы. Айтыңыз, ол несіне алатын бар? Тарих бұл. Бірінші келген кезде менде бірінші командам бәрі құлады ғой. Қазір новыйдан болған команданың дейін. Осыған келуіне себеп бол. Мен мысалға жалюзи істемеймін дедім, бәттен дым істемеймін дедім. Бірақ қазір сетевойға дейін мен бизнес ашам дедім. Сол бизнестен банкрот болдым, 2 рет болды. Біреуі кофе. Банкрот болған кезде ситуацияңыз, состояниеңіз айтыңызшы. Состояние ужасное. Қырғын долг ол кезде. Сосын үміттің үзіледі. Вообще екінші тұра алмайтындай боласың, өйткені на тебе прям кәдімгідей енді қырғын долг, қырғын сөз, қырғын жаңағыдай нагрузка, өкпе, реніш, енді бәрін сдаваться еткім келеді. Сон на почве этого бірінші команда құрам, бірақ командам тағы кетіп қалады, тағы поражение. Бірақ сонда қайтадан команда құрам, қазіргі командам күшті, Құдайға шүкір. Қазіргі командам тоқтамайды. Сонда қараңыз, барлығымызда ондай ситуация болады. Бірақ біздің айырмашылығымыз неде? Біз берілген жоқпыз. Бірақ берілмеуге кім болды қасымызда біздің? Ұстазымыз болды. Ұстаз болды. Жетекші болды. Неге біз қашамыз ұстаздан? Өзім білемін мен. Желі маркетингтің основаларының бірі, негіздердің бірі. Қай кезге дейін сіз компанияның президентінің дәрежесіне жетпейінше, сіз компания жетекшіңіздің компанияның жүйесімен жүруіңіз керек. Негіз основа. Сетевой бизнестердің основаларының бірі. Сен қай кезге дейін самостоятельно болып кетпейінше, жетекшің отыр десе отырасың, тұр десе тұрасың, әйтпесе сен жетістікке жетпейсің. Роза болмайынша, екінші роза болмайынша. Біз не? Ой, я сам знаю. Мен ғой, кеудеміз қағып. Бірақ, құрметті бизнес ұстаз болу керек. Нәпсілерді жеңіз керек. Сізде қандай бұл? Айтыңызшы, Маржан ханым. Қазір мысалға директор статусына жетіп отырса, қандай керемет. Бірақ осыған жету үшін
қандай қиындық болды, сол ситуация, сол кездегі состояниеңізді айтыңызшы. Ең бірінші бұл бизнесқа жетектеген енді адамда жоқшылық дейді ғой. Енді мен өзім Аллаға шүкір жақсы отбасында дүниеге келіп барлықта өстім. Бірақ тұрмысқа шыққан кездегі мен ситуациям енді барлықтан жоқшылыққа түскендегі сәт ол екі жер мен көктей екен да. Мен оған дайын болған жоқпын, психологически, морально, физически дайын болған жоқпын. Сол мен енді ата-анамнан көріп өскен сәт нәрсені жақсы дүниені мен балдарыма бергім келді. Енді бірінші жаңағы тұрмысқа шыққан кезде басталған сәт маған жаңағы ол кезде Роза Қожахметқызы айтқан сияқты ешқашан давай сен осыны істейсің деп айтпайды. Всегда она ждет момент, когда ты сдашься и придешь к ней дейді ғой. Ол кісі всегда білет, ол көрегендік та, ол кісі сенің бойыңдағы бар қабілетті біліп, сол сенің мен берілдім, енді сенің алдыңа келдім деген сәтті күтеді да. Менің сондай сәтім, бұл анау менің жолдасым 10 кремді мен сатамын деп алып келіп үйге, биокрем флоресцентті. Бірақ мен білем да ол сата алмайтынын. Бірақ жауапкершілік деген нәрсені мен сезіндім да, 10 крем қарыз алып келіп оны сату керек та, ақшасын шығарып берем. Сонда мен жылап отырмын да ана жерде, оны сен сатпайтын мен сатуым керек та. Мен қиналып отырмын да ана жерде. Енді сол берілген сәт дейді ғой, когда мен сетевой істемеймін, енді мен сетевойға вообще істегім келмейді деген сәтте, қайтып келмеймін деген сәтте, жаңағы жолдасым маған кремді әкеліп, енді бір рет барып кел, сатамын деп алып келіп мотивациямен сатқан жоқ. Бірақ сол 10 кремді мен есік қағып көршілерімнің бәріне саттым. Сол сәтте мен осы бизнеске қайтадан келіп, құлап қайтадан тірілу дейді ғой. Сол кезде мен адамдармен араласып, что сетевой бизнес ол менің бизнесім екен. Сетевойда мен өзімнің миссиям халыққа қызмет ету деген нәрсені ұққан сәтімнің бірі болатын. Сосын жаңа айтып отырсыз ғой, қарызға кіру бәріміздің басымыздан өтті. Миллионға қарызға кірген сәтім болды. Бірақ ол жерде енді ошибка дейді ғой, өзіміздің немқұрайлығымыз, енді моменты поражения, которые, например, я сейчас уже не повторяю, стараюсь не повторять, но те моменты, которые меня привели быть миллионером. Миллионға мен қарызға кірсем, қазір сол миллионның нешеуін тауып, айтады ғой, лучше потерять деньгами дейді, ақшалай жеңіліс болған жеңіл дейді, чем басқалай сыналғаннан гөрі. Поэтому мен сол санамды миллионға өсіріп десем болады да, қарыз миллион долг на миллион, вырастил мое мышление на миллион зарабатывать. И вот эти бүткіл мұны сәтсіздік сәттерінің бәрінде бірінші Алла, екінші Роза Қожахметқызының демеуімен, сол кісінің жетекшілігімен әрбір қиындық сәтте маған демеп, маған сеніп, кәміл жаңа айтқан сияқты жүректегі отты оятып, қолымнан келетініне сеніп, осы бизнеста да келесі дәреже жетуіме дейін себепші болған сол кісінің демеуі. Сенімі. Өмірде адамға негізі бір адамның сенімі қатты керек қой, мұқтажбыз да біз. Соны жаңағы Макгрегор деген айтады да, егер саған біреу келсе дейді сондай ситуация состояниемен, уже біткен, бірақ сондай бір үміті бар адам келіп сосы сұрақ қойса не істер енді? Өзіңе сен деп айтар едім дейді да. Мен кезінде мен осы жетістікке жететін айтатын ешкім болған жоқ дейді да. Сондықтан біз бағалауымыз керек. Бізге айтатын адам бар. Және де сіз біреуге айтатын адам бар екеніңізге қуану керек та. Ол Алла, Құдай жіберіп тұр сізге ол. Енді чемпион болғыңыз келсе осы сананы өзгертейік. Қолдарыңыз, жұдырықтарыңыз, жұмыңыздарыңызда алға ұмтылыңыздар. Ол сіздер үшін, біздер үшін, халық үшін. Халқымызды күтіп отыр. Міне ұлы болу деген бізде Құдайдың берген бізге дауысын пайдалану. Егер сіздің өніміңіз, ұсынып жатқан қызметіңіз халыққа пайдасы болса, сіз айта беруіңіз керек, айта беруіңіз керек. Сол кезде біз нәтижеге қол жеткіземіз. Ендеше бүгінгі сабақ осы. Давайте жасайық. Рахмет, назарларыңызға, күндеріңіз берекелі болсын. Чемпион болыңыздар. Таңдаған бір істе чемпион болыңыздар. Әр нәрсеге ұрынбаңыздар. Чемпион болыңыздар.